Вовка ағай деп айта берейін ба? Енді ағайды алып тастағанда ғой, енді ағай болатын уақыт келе жатыр, енді Вовка дей бер. Қазақша жақсы сөйлейді, әлі де сөйлейді. Сөйлегенде мен ұқсап сөйлемейді, енді ұмытылды ғой, 25 жыл болды осы. Мен әкем мен шешемді мына жақта қазақ екенді тастап кетуге ол жаққа ешқандай мүмкіншілік енді ол жібермеді жүрегім. Су ішкен жерімді түкірмеймін ғой, мен өзі туып өскен жерімді жамандамаймын, бірақ дегенмен Келіншегіңіз қалғысы келді. келіншегім қалың келді, қалайық деп. Әке-шешемді дом пристройлға өткізесің. Германияда ол жерде сондай шаруа, ол жерде бір бала, екі бала максимум. Шешіміңіз үшін бір шайдан алып қояйық. Қазақстанда Алып қояйық деген жаман шипатрек. Бала кезіңізден қазақ қыз аламын деп ойладыңыз ба? Жоқ, орыс қыздар, неміс қыздар болды ма? Әйелдің правасын беріп қойған, жаңа неге законға, ЗАГСқа отырмайды десеңіз, қазақтың бір сөзінің өзінде бәлем аймағына бар. Армысыздар, құрметті көрермендер, бізде жаңа жоба басқаша әңгіме деп аталады, және біздің бірінші қонағымыз, бірінші санымыздың қонағы Владимир Зигерт мырза, неміс этносының өкілі. Біз сізбен бұғанға дейін де бұл кісімен видео түсірген болатынбыз. Армысыз, қош келдіңіз. Алейкумассалам. Қалай жеттіңіз? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? ковид, омикроннан амансыз ба? Аман есенбіз. Енді біз сізбен бұғанға дейін де сұхбаттастық. Сізге Владимир дегені ыңғайлы ма? Жоқ, өзім баяғыдан білетін Вовка ағай деп айта берейін ба? Енді ағайды алып тастағанда ғой, енді ағай болатын уақыт келе жатыр, енді Вовка дей бер. Бүгін еркін әңгіме, қысылмай, мынау шайыңызден ішіп, қысылмай отыра беріңіз, еркін сұхбаттасамыз. Алдыңғы әңгімемізді сіз жайлы түсірген сюжетімізді көрмеген адамдар болуы мүмкін. Өзіңіз жайлы қысқаша ғана бір айтып өтсеңіз. Енді өзім Қарағанды, Қазақстанның тумасымын. Қарағанды облысы Жетеудің тумасы боламын. Ұлтым неміс, жасым 42-де, 4 балам бар. Қазақ отбасымен отау көтердім. Қазір Қарағандының басында тұрам. Қазақстанда әрине түрлі этнос өкілдері көп. Әркімнің тағдыры әрқалай. Сіздердің ата-бабаларыңыз, әке-шешелеріңіз, анау үлкен 4 буын, сіздер 4-ші буын шығарсыздар енді Қазақстанда тұрып жатқан. Қандай тағдырмен осында? Енді мен негізі жаңа өзің айтып отырсың ғой, мен 3-ші буын болып келемін бұл жерге. Өйткені менің атам бала күні деген болған. Мынау Астана, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы, Целина болып атқан кезде жаңағы үлкен атамның әңгімесінен естуім бойынша енді кішкентайге 90 жыл қайтыс болған ол кісі. Сол бір қолдарына барып тұрған уақытта айтып отыратын осындай жылдар келгенбіз деп, Целинаға келген. Негізі жаңағы 30 жылдары одан да бұрын болуы мүмкін. Атамның айтуы бойынша Одессадан авиоз жүк не тасиды екен жаңағы ат-арбамен. Содан Астана жаңағы Целиноградқа келген уақытында енді бір күндік, 2 күндік жол емес қой қазіргідей. Сол қазақтармен тығыз араласып, өзі осында қалуын шешім қабылдаған. 22 жасында ма, 20 жасында өзінің айтуы бойынша. Содан осында жаңа әжемізбен танысады. Содан ол да шаңырақ көтереді осында, осы Қазақстанда. Осы Қарағанды облысына келеді. Содан менің әкем туады осында. Менің әкем үйінде үлкен ұлы. Үлкені. Негізі өздері 5 ағайын, 6 ағайын. 5 адам, 5 еркек, содан бір қыз бала бар, мен апайым. Солай болып келеді, одан кейін менің әкем осында туады, жаңағы. Ол да жаңағы менің шешеммен қосылып, осында нетеді, одан мен кетем. Түсінікті. Әжеңіз, ол кісілер тарапы қалай? Ол кісілерде тың игеру несімен келген ба? Целинада өтсіз ғой, олда тың игеру дейді біздің қазақша, тың жерлерді игеруге келген. Сондай. Әжеңіз де солай екен? Әжем де солай екен. Солай танысқан, бәрі жұмыс істейді. Жаңағы колхозда. Енді әжем айтады, ол өзінің әке-шешесін білмейді екен. Ол өзі 2 ағайын болған. Содан менің әжем бала күнінде жаңағы ұшын балаларды бөлек, еркектерді бөлек, қыз балаларды бөлек, әкелерді бөлек болып аударған ғой жан-жаққа. Содан кімнің қайда кеткенін білмей қалған. Енді менің әжем әлі тірі, 90, осы апрельдің 6-сында 95-ке келеді, Германияда тұрады, 8-9 тіл біледі. Қалғаны жаңағы осы Совет одағының несін жаңағы өзбекше, қазақша жақсы сөйлейді, әлі де сөйлейді. Сөйлегенде мен ұқсап сөйлемейді, енді ұмытылды ғой, 25 жыл болды, 94-те кеткен. Содан уақытта қанша жыл өтті. Ұмытқан жоқ тілді, бірақ уже
сөз басын құрастырып сөйлей алмайды дегенмен. А так жаңағы Қазақстанда тұратыныма бәріне менің қалғаныма шешім қабылдап келмегеніме Германияға талай 4 рет шақырған. Мен оған 4 рет болдым. Германияда 4 рет болдым. Әскерден келгенде 2000 жыл болдым, бойдақпын ол кезде. Сол уақытта вообще қалып қой деген маған. Қазір сен қағаз жазасың, қала саласың болды, қайтып келмейсің деп. Айтып өткендей өзімнің шешем, мен әкем ажырасқан кейін 3 жасында анам қазақ кісіге тұрмысқа шығады ғой. Сосын тұрмысқа шыққаннан кейін 35 жыл, мына 36 жылдай сол әкемнің қолында өстім, қазақ. Сосын жаңа Германияға кетіп, жаңа шешем, үлкен әжемді шақырған уақытта мен әкем мен шешемді мына жақта қазақ әкемді тастап кетуге ол жаққа ешқандай мүмкіншілік енді ол жібермеді жүрегім. Өйткені ол сөз жөнінде айтылған оңай, екеуін тастап кету, андай қартайған жастарында ол дұрыс емес деп ойладым да, мен өзім бірінші барғандықтан жаңағыда отказ жасадым. 2013-те барғаннан кейін тоже сондай бір ұсыныс болды. Қалатын шығарсың. Иә, ол кезде 2 бала бар, уже бала шағамды көріп, әйелімді бірінші рет көрген. Әйелім өте жылу қабылдады олар. Ол кезде тағы да қызыл талқылауға түсіп қал дегендей ұсыныс болды, бірақ қалған жоқпыз. Келіншегіңіз қалғысы келді? Келіншегім қалғым келді, қалайық деп. Ол самолеттен сөз алысымен біраз кішкене жаймай үйренгеннен кейін уже ұнады енді. Енді су ішкен жерімді түкірмеймін ғой, мен өзі туып өскен жерімді жамандамаймын, бірақ дегенмен айырмашылығы жер мен көктей. Тұрмыс жағдай, кісінің несі, енді осы басқаша бәрі. Германияның қай қаласында? Оснабрюк деген қалада тұрады әкем. Жаңағы үлкен әжем, ол Бомб деген қалада тұрады. Қала болғанда біздің Қарағанды маңайындағы Саран, Шахтинск дегендер, бірақ олар енді жаңағы қала деп аталады. Кейіннен әйелмен барғаннан кейін ондай ойлар болды. Қалам ба деген, өйткені 2019 жылы әкем қайтыс болды да, қазақ әкем жерлегеннен кейін. Шешем қолымда жалғыз өзі. Сондай бір ой келді. Кетіп қалсам ба екен, қалсам ба екен сол жақта деп. Сосын кейін жаңағы енді біле бастадым ғой, жаңағы жорпарында. Анау қалай, мынау қалай болады деп, мектеп қалай болады деп, өзіме қалай болады деп. Енді мен өзім көзіммен тура көрдім. Бір несі ұнамағаны, жаңағы менің ағатайымның как раз мен барған уақытта әкемнің інісінің баласы мектепке баратын уақыт болды да. Бірінші классқа, біздіңше бірінші сыныпқа барады. Мектепке бару керек екен. Ол бала жаңағыда бірінші шіркеуге тіркеледі екен. Сосын маған как-то бізде ондай жоқ. Шіркеуге тіркелмесе мектепке алмайды сондай? Мектепке алмайды. Шіркеу арқылы. То ли шіркеу, мешіт болсын, шіркеу болсын. Енді кім қандай жаңағы вероисповедание. Сонысы маған ұнамады. Енді мен қалғаннан кейін барып, өзім мына жерде бала күнінен қазақтың арасында өскеннен кейін кішкене бала күнінен Алла деп жақын несін жүрегіме Алла бағып түсінгеннен кейін, тем более оның үстінен 2012 жылы таза ислам қабылдап, бірақ енді калиманы алдын айтқам, бірақ мен мұсылманмын деп 2012 жылы алғашқы мешітке барып жұмаға қатып, сондай өзімді мұсылман ретінде сондай мұсылманмын деп есептеймін да. Енді әйеліме келгенде, әйелім қазақ, оның әке-шешесі жаңағы қазақ кісілер. Енді мен барып жаңағы жақсы өмір сүру үшін, әдемі өмір сүру үшін оларды алып кетіп. Жаңағы неткен шіркеуден өткеннен кейін ол балаларға да дұрыс емес пе? Ертең әйелімнің әке-шешесі естиді. Ол как-то дұрыс емес шаруа деп неттім да, ол қабылдамадым. Сосын жаңағы балаға тәрбиеден бәрінен ұзақ боладысың ол жақта. Басында енді бас кезінде тәрбиелейсің ғой, кішкентай күнде сабақ жағы не жаңа, оның өсе бере ол жерде закон, жаңағы заң. Балаң ұрысуға болмайды екен. Бала өзі бетімен өсу керек ол жерде. Өзі қабылдау керек екен, не істеу керек екен, қандай киім кию керек, қандай теледидар, нешеде жату. Үшін бір жерде сондай басқа. Сосын ержеткеннен кейін, мысалы, бала ержетті ма? Ержетіп жаңағы оқу мектебін бітіріп неткеннен кейін, ол жұмыс істей ма? Жұмысқа тұрады. Жаңағы әкесі или шешесі жалғыз қалып, жаңағы әке-шешемді бағу деген ол жерде болмайды. Ол жерде закон, жаңағы заң. Әке-шешеңді дом пристрелға өткізесің. Енді ол деген тоже маған бір жағынан өте... Сонда барлық халық сөйте ме? Жоқ, үйімде әке-шешем
қолында тұра берсе болады деген әңгіме жоқ. Әңгіме жоқ олай ол жерде. Бірақ енді менің жаңа өзіміздің мына үлкен әжем жаңа менің әкем жаңа ол жерде олар өздері шешеді. Енді коренной немістер солай екен. То есть заңда жазылған оларда. Ешкім ештеңе демейді. Ешкім сен әке шешеңді өткіздің. Сен өз бетін жаңағы. Онда жерде жаңағындай как простая вещь. Жаңа үйіңде мысалы біздің енді үйімізде бір итіміз картайып нететін болса, атуға болатын болса, барып өткізесің ғой. Жаңа жерге. Сол сияқты да маған көп зат ұнамады. Үйренеді екенсің, бірақ распишка жасамайсың. Тұрасың, тұрмыс құрасың, балаң болады, не болады, бірақ фамилия жазылмайды, әйелің атына жазылады. То есть бір 5-10 жыл өткеннен кейін барып қана сен закон жаңағы неге ЗАГСқа барып, заявление жазып, распишка жасайсыз. Көрдіңіз бе? Себебі не де нақты себебі деген ол жерде ажыраспайтынына көз жеткіздік па? Иә, сондай мәселе. Германияда ол жерде сондай шаруа, ол жерде бір бала, екі бала максимум. Ол жаңағы әйелдің правасын беріп қойған, жаңағы неге законға ЗАГСқа отырмайды десеңіз, жаңағы өйткені әйел мен еркектің мүддесі бірдей. Бірдей, то есть ол жерде біздегіндей жоқ. Тамақ жағы, аш жағы да. Шешіміңіз үшін бір шайдан алып қояйық. Қазақстанда алып қояйық деген жаман. Шипатрек. Бала кезіңізден қазақ қыз аламын деп ойладыңыз ба? Жоқ. Орыс қыздар, неміс қыздар болды ма? Енді үйдегі апай ренжімесін. Арасында бір болған шығар бір жүргеніңіз. Ол жерде нақты мен бала күнімде ойламаймын, мен қазақ аламын деп. Мен жаңағы өзім уже кішкене есейе, мынау уже жалғыз боласың ғой. Ойланасың ғой, ертең үйленем. Бірақ үйленгеннен кейін жаңағы қазақ аламын деп ойлаған жоқпын мен. Үйленгеннен кейін менде жаңағы бір бала, екі бала деген болмау керек. Өйткені жалғызсырап қалады. Құдайға шүкір, 4 балам бар. 4 балаға тәрбие беріп, балаларым деп ертең 4 баладан ұрпақ келеді. Алланың қалауымен қанша жашаймыз, ол жақсы ғой. Енді бәріміздің өсіп ер жеткеннен кейін әкеміздің тілін алып жүргеніміз шамалы, шындап келгенде мойындайық. Сіздің балаларыңыз ертең Германияға кетем десе, оларға былай қарасаңыз, жол ашық қой. Құжат жағынан, басқа жағынан кете алады, иә? Кете алады. Бұл жағынан қалай ойлайсыз? Енді кеткенде шама келмейінше балаларыма айтудамын, көрсетіп, жаңа олар енді бала біз барған кезде кішкентай ғой, мектеп оқиды. Қазір енді қызым есейді 16-та, 14-те кішкене, қазір уже как-то үлкен кісілер тәрізін етеді, уже айта аласың. Сосын мен айттым, енді оларға айтамын ғой, ол жақта Германияда тұрғанымен жылтырға неге ол алданыш. Туып өскен жеріңе қызмет жаса, еліңе, олар мен өзі 100% не беремін, олар ел тастамайды, бұл Қазақстаннан кетпейді, өйткені мен өзім сондай шешім қабылдадым. 2 рет әскери демалыс алу деген. Иә. Оның жолын қалай таптыңыз? Жолын тапқанда енді мен молодой кезімде алғашқы 6 ай учебный центрде өткіздік. Қазақша сөйлеп көзге түстім. 6 ай ма 4 айдан кейін маған младший сержант берді звание. Сосын 7 майға, сосын 9 майда отпускқа берді. Бірінші отпускым. 15 күнге келдім бүйі. Негізі 10 күн ғой. Шамам мақтанып қояйын. 10 күн, бірақ 15 күнге алып келдім. Соны әке-шешемді көшіріп алдым 1 жылдан кейін. Енді ол кісілерге өне бойы мал бағу деген қиын ғой. Енді өзің бас көзге отырмағаннан кейін ауылда жұмыс жоқ, жұмыс болса сол қолымдағы 20-20-мен қазір мен уже әжептәуір фермер болып отыратын, мысалы, былай қарасаң. Сол 20-ның өзіне шөп-жем тауып бере алмадық. Сол уақытта бір күйзеліс қиын болды. Бірақ енді Аллаға шүкір алып шықтық, әке-шешем бәрі аман. Сұхбаттың басына қайтадан оралайық. Біз сізбен үйіңізге барып тұрып әңгімелескен болатынбыз, сюжет жасаған болатынбыз. Сол сюжеттен кейін сіздің өміріңіздегі өзгерістер жайлы айтайықшы. Сізді Қазақстан Халқы Ассамблеясының түсірілім тобы, баспасөз қызметі түсірді. Сюжет шықты. Ол көп таралып кетті. Тіпті Иманғали Тасмағамбетовтің ресми парақшасында да сіздің сұхбатыңызды бөлісті. Көп журналистер алды. Жаңадан өзгерістер көп. Қалай қабылдадыңыз? Bir günde, ya болмаса bir түнде сіздің телефоныңызға маза болмай кеткен кездер болды. Өзіңіз бір алғашқы сұхбат жасадыңыз үйге келіп неткеннен кейін. Сол қалай интернет жаңа неге тарағаннан кейін танымал болып кеттім. Бұрыннан енді былай
автобусқа кірсең де, бір дүкенге барсаң да қазақша, мен енді уже үйреніп кеткенмін ғой, мен қазақша жүремін. Енді орыс тұрса, продавец қазақша жүрмеймін ғой оған. Өйткені оны жауап ала алмайсың одан. Енді орысша, так қазақша. Қай жерге барсаң да уже көріп алған, о, сіз емессіз ба деп, ой деп, қолынан алып, рахметін айтып, дұрыс, рахмет сізге деп, талай үлкен кісілер астында. Автобуста енді мен автобуста көлік жүргіздім, шопыр танып қоятын болды. Сол интервью шықты, содан кейін 2 күн емес, 3 күннен кейін жаңағы бірінші канал Евразияны звондады. Олар жаңағы айтты, біз көреміз деген бағдарламаға шекарасы махаббат деген, және ол менің жаңағы, мен неміс болған, менің әйелім қазақ, сол біздің отбасымыз жайлы. Қай жылдан бастап екенін анық айта алмаймын, бірақ тәуелсіздіктен бері қарасақ, қазақ пен ұйғырдың арасында қақтығыс, қазақ пен шешеннің арасында қақтығыс, оңтүстік жақтарда көп болып жатыр. Тіпті біздің елімізде қазақ пен армянның ортасында дегендей оқиғалар болды. Қазақ бұзық қалды па? Қазақ па? Қазақ бұзық қалды деп айта алмаймын. Қазақ халқының ішінде ол көп зат бар. Ол мүмкін өзіңіз қазақ болып отырып, өзіңіз байқамайтын шығарсыз. Сырттағы мен, мысалы мен басқа ұлтпын ғой. Былай қарасаңыз, маған жаңағы менің үлкен әжем талай айтқан. Менің қолыма келмедің бе Германияға? Ұсыныс болды ғой. Басқа жерден қоныс аударма деді. Сен тек қазақтымен ғана өмір сүресің. Енді жаңағы өзің айтқан қақтығыс болды. Ол қазақ халқы жобасы емес, енді жас жігіттер бәрі жүрекленеді ғой. Жаңағы клубқа барады, неге барады, ол любой жерде ол ол болып тұрады. Ол как-то ол тек Қазақстанда емес, ол Россияда да, ол Америкада да, басқа мемлекеттерде болатын шығар ғой. Ол қақтығыс, бір-бірімен қақтығысады, ол ұлтқа бөлінбей, мысалы, олай қарасаңыз. Қазақ халқын жаман деп айтуға болмайды, ол жаман адам ғана болады. Бірақ толық келгенде қазақ халқына ешқандай, өйткені өзі жалғыз менің сұмнан емес, өзі интернет несін ашсаңыз. Яғни Қазақстанда бір тұтас ұлт болып, тату-тәтті өмір сүруге болады. Әрине. Қана сол сені сыйлап отқан қазақ халқын, сені де сыйлай біл дейсіз ғой, иә? Қарапайым ереже. Әрине. Қазақтың бір сөзінің өзінде бәлем мағына бар. Владимир ағай, Вовка, сұхбатқа келгеніңізге рахмет, шешіліп сөйлегеніңізге рахмет. Айта алмай қалған бір оқиғаларыңыз болса, кейін де бір әңгімелесерміз. Әрине. Елімізге деген тілегіңізді жолдап, бүгінгі сұхбатта тәмамдасақ. Өзіңе де рахмет. Бұның енді менің жаңағы осындай сұхбат жасап, мен өзімнің еліме деген бір дән ғой. Өркейе берсін өзіміздің Қазақстан халық аман болсын, отанымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Рахмет сізге де. Ал құрметті көрермендер, дәл осындай сұхбаттарды алдағы уақытта көргіңіз келсе, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.